Армысыздар, құрметті отандастар. Шанхайдан жалынды сәлем. Менің есімім Тілектес Адамбеков. Мен болашақ бағдарламасымен Шанхай қаласындағы Тоңди университетінде телекоммуникация саласында білім алып жүрмін. Жалпы Қытайда жүргеніме 8 жыл болды. Осы 8 жылдың ішінде Қазақстанның қарқынды дамыған біз шетелде білім алып жүрген жастар қатты сезіндік. Мысалы, 7 жыл бұрын Қытай азаматтарына Қазақстан десін, біздің елімізді танитын адамдар аз болушы еді. Қазір Қазақстан десім, әрине танимыз. Астана, Қазақстан, Нұрсұлтан деп айтатын болды. 24 жылдың ішінде еліміз көптеген жетістіктерге жетті. Азияда экспо сияқты үлкен шараларды өткізуге мүмкіндік алдық. Осы жетістіктердің барлығы тікелей елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен байланысты. Біріншіден, ата-бабамыз көптен армандаған, әлем мойындаған белгіленген шекара. Екіншіден, мен шақты алаш жастары әлемдік деңгейге білім алуға мүмкіншілік алған болашақ бағдарламасы. Үшіншіден, шетел азаматтарына ұялмай, мақтанып көрсететін елордамыз Астана. Төртіншіден, білім ордасы болған Назарбаев оқу орны. Олай болса, құрметті қазақстандықтар, барсаңызды 26 сәуір күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс беруге шақырамыз. Шетелде білім алып жүрген біз жастар Қазақстанның жарқын болашағына дауыс береміз. Алға Қазақстан!